Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте жұмсақ, дәмі ерекше булочки, рогалики дайындайық. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Булочкиде ең бастысы опара дайындаған дұрыс. Сондықтан жылы суымызға дрожжимізді және қантымызды салып, бетін жауып қоя тұрамыз. Осындай болып көтерілу керек. Енді келесі ыдысымызға сүтімізді, қантымызды және шым-шым тұзымызды, майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын описание бөліміне жазып қоямын. Сол мөлшермен жасасаңыздар, сіздерде де міндетті түрде бір жасағаннан шығады. Енді кезекте дайындап қойған опарамызды қосып, және бір ас қасық уксус қосыңыздар, міндетті түрде уксус қосыңыздар, сонда дәмі басқаша болып шығады. Барлығын араластырып, енді алдын ала дайындап қойған ұнымызды шетінен қосып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырдың жұмсақ болғаны дұрыс, сонда булочки тәтті тоқаштарымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Барлығын елеп болған соң, осындай азғана сұйық маймен біркелкі қылып елеп аламыз да, оны екіге бөліп, біреуіне бір қасық какао қосамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ болып шықты. Енді екінші бөлігіне бір ас қасық какаомызды қосып, қамырымызды илейміз. Сонда бұл шоколадный түрі болады қамырдың. Барлығын целлофанмен бетін жауып, көтерілгенше 1-2 сағатқа қоя тұрамыз. Міне екеуі де көтеріліп шықты. Енді осыны екіге бөлеміз. Ақ қамырымыздан да, қоңыр қамырымыздан да екі-екіге бөліп, рогаликидің формасын жасауға кірісеміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып аламыз бірінші қамырымызды. Енді екінші шоколадный қамырымызды да жайып алып, бір-бірінің үстіне қоямыз. Әдемі етіп орналастырып, оны да біркелкі етіп жайып шығамыз. Және менің каналымдағы керемет рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және видеоларым сіздерге ұнаса, немесе пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Ендігі кезекте осы жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді әр бөлігін тағы да 4 бөлікке бөлеміз. Мен ортасына салмасына шоколадный паста салдым. Басқа өздеріңіз қалаған нәрсе салсаңыздар болады. Мысалға повидло, варенье, варенка, көп нәрсе салуға болады. Мен шоколадный паста салдым. Енді осындай рогаликидің формасын жасап, тағы да бетін пакетке жауып, 20 минут жарты сағат көлемінде тұру керек. Ол тағы да көтерілу керек. Екіншісінде тура солай жасап, оның да бетін жауып қоя тұрамыз. Кез келген дрожждан жасалынған булочки нанның барлығын бетін жауып қойған дұрыс, себебі жақсы көтеріліп, жұмсақ болып піседі. Және бетіне сүт жақтым, оның үстіне шекер сеуіп, қызып тұрған 200 градус пеште осылай беті қызарғанша пісіріп алдым. Міне осымен булочкилеріміз дайын.
керемет, барлығына сөзсіз ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Жолдасыма қатты ұнады. Сондай жұмсақ, нәзік, томпақ, дәмді болып шығады. Бір жасағаннан шығады, барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Сандуғаш. Менің каналыма жазылып қойыңыздар.